Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Ұлжанай. Менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен Бертиния әдісі бойынша қамыр илеудің ерекше техникасын үйрететін боламыз. Ол қандай әдіс десеңіз, осы әдіс арқылы қараңыз, қамыр осындай үлпілдек, ауаға толы, яғни воздушный және де өте жұмсақ, нәп-нәзік болып шығады. Осылай қолға жабысатын секілді болып көрінгенімен, ол мүлде қолға жабыспайды және де қамырыңыз, яғни соңында нәтижесі bulкелер жұмсақ болып шығатын болады. Ол үшін ең алдымен қамырымызды дайындап аламыз. Мен бұл видеода және де бұл әдісті жалпы синабон булкелеріне көп қолданамын. Негізінен бұл әдіспен сіздер басқа да булкелерді, тәтті тоқаштарды, бауырсақ секілді ашытқылы қамырларды, яғни дрожжевой тестоны осы әдіспен жасап үлпілдек етіп көтеріп алсаңыз болады. Мұнда видеода мен синабонның қамырын біріктіріп, яғни илеп жатырмын. Егер де синабонның рецептісін іздесеңіз, алдыңғы видеоны қарасаңыз болады. Сол рецептпен осылай қамырды илеп, барлығын дайындап аламыз. Содан кейін дайын қамырды осылай столға немесе тақтайдың үстіне қоямыз. Содан кейін аталған Бертиния әдісі бойынша қамырымызды илеу техникасын бастаймыз. Ол үшін осылай қамырды ыңғайлы етіп біріктіріп аламыз және де осылай видеода көріп тұрғаныңыздай арасын ашамыз. Мінекей барлығының арасын осылай аша отырып, оң жақ және сол жағын екі жағына қарай екі шетін тартамыз және де содан кейін бір-біріне әкеліп біріктіреміз. Яғни бұл әдістің ең басты құпиясы және де ең басты жасалуы керек нәрсе, ол ішіне барынша оттекті, яғни ауаны қамырға толтыру. Қамыр ауамен толыққанды қанып толады да, содан кейін ол өте воздушный болып көтерілетін болады. Неге көріп тұрғаныңыздай, дәл осылай 5-10 минут, 10 минут елесеңіз тіпті керемет. 10 минут бойы барлығын ішін осылай екі жаққа созып тұрып, барлығының ішіне ауаны толтырып, керемет етіп қамырды илейміз. Қамыр ең басында өте жабысқақ болып тұрады, бірақ жабысқақтығына қарамастан ерінбей, егер сіз осылай 10 минут бойы илесеңіз, сізде нәтижесінде синабондар піскеннен кейін аралары ауаға толып, жұмсақ, ерекше жұмсақ болып шығатын болады. Сол себепті міндетті түрде осы әдісті қолдануға кеңес беремін. Мінекей жақыннан көрсетіп жатырмын. Осылай арасын ашып, созып, ішіне барынша оттекті, яғни ауаны толтырып дайындап аламыз. Қолыңызға қанша жабысса да берілместен соңына дейін 10 минут бойы жасасаңыз, сізде қазір нәтижесінде қолға мүлде жабыспайтын керемет қамыр шығатын болады. Яғни сондай жабысқақ қамырды өте эластичный қамырға осы Бертиния әдісі арқылы айналдыра аламыз. Осылай 10 минут бойы ішіне ауа кіргіземіз. Мінекей 10 минут бойы мен иледім. Қараңыз, қамырым қандай болды. Көріп тұрғаныңыздай ол толық бірікті. Мінекей арасы осындай және де қолға мүлде жабыспайды. Көріп тұрсыз ғой, қалай жабыспайтынын және де онымен жұмыс жасау өте ыңғайлы. Яғни қамырым эластичный болып шықты. Мінекей қараңыз, қолға мүлде жабыспайды. Былайынан да сізге былайынан да көрсетіп жатырмын, мүлде жабыспайды. Қараңызшы, керемет әдіс қой. Жаңа ең басында қамырдың қандай жабысқақ болып жатқанын көрдіңіз. Осы Бертиния әдісімен ішіне ауа толтыру арқылы 10 минут бойы қамырды илеу арқылы осындай керемет бізде қамыр шықты. Енді оны табамызға салып, бетін жауып, 1,5 сағатқа жылы жерге көтерілуге қоямыз. Содан кейін нәтижесін көресіздер, қамырдың қандай ауаға толы, тіпті үлпілдек, сондай воздушный болып шыққанын қазір көреміз. Мінекей 1,5 сағат өтті, менің қамырым дайын. Қараңыздар, пищевая пленканы осылай ақырын ашамыз. Қараңызшы, оның ішіндегі көпіршіктерді, ауаны өзіңіз көріп тұрсыз ғой. Өте керемет, сондай воздушный болып шықты. Ешқандай күмәнданбастан осы әдіспен жасасаңыз, сізде де дәл осындай шығатын болады. Ең басты бұндағы құпия ішіне ауаны барынша толтыру. Яғни уақытыңызды аямастан, ерінбестен 10 минут бойы қамырыңыз жабысып жатса да, созғылап тұрып ішіне ауа толтырсаңыз, сізде де дәл осындай нәтиже шығатын болады. Мінекей содан кейін жан-жағындағы қамырларды алып және де қамырды табамыздан алып столдың үстіне қоямыз. Қамырдың жұмсақтығы сондай, қолға жабысып қалатын секілді болып көрінеді, бірақ қараңызшы, ол мүлде жабыспайды. Дәл осындай болып шығады. Сіздерге видеом түсінікті әрі ұнады деген ойдамын. Бәріңізге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сәттілік!